Hello, boys and girls. How are you today? Let's start our English lesson. So, our theme is presentation skills. Бүгінгі сабақтың тақырыбы презентация дағдылары. Presentation skills 1 about mythical creatures. It's in your pupils book at page 32. You can see these pictures. Hello everyone. Does anyone here know what a unicorn calls its father? Popcorn! I really like that joke because it's about my favorite mythical creature, the unicorn. Well, there's a lot I can tell you about unicorns. To begin with, unicorns are mythical creatures and they appear in many myths and legends from different parts of the world. Most of the stories about unicorns say that they looked very much like horses, as you can see from the picture. Most unicorns were white and they had blue eyes. They had a single long horn in the middle of their head. Actually, that's what the word unicorn means, one horn. Now here's an interesting fact. Unicorns were just as strong as horses, but they were very difficult to catch. Do you know why? Well, they didn't like people getting too close to them, so they used to live deep in the forest, far away from everything. Unicorns were shy, and they were always good and pure creatures. And here's another unusual thing about them. They had special powers. People used to say that drinking from the horn of a unicorn protected them from poison or any other problems with their health. Now, let's talk a bit about unicorns and art. Did you know that there are a lot of paintings, books, and even films with unicorns in them? My favorite unicorn is in the film Toy Story 3. He's called Buttercup, and he's very funny. Well, that's all for now. This brings me to the end of my presentation. Thank you all very much for your time. As Buttercup would say, just stay loose, have fun, you'll be fine. Goodbye and take care. Now, boys and girls, we will translate with you. So, mythical creatures. Мистикалық құбыжықтар. Hello everyone. Барлықтарыңа сәлем. Сендер жалғыз мүйіздің өз әкелерін қалай атайтындарын білесіңдер ме? Попкорн. Маған бұл әзіл өте қатты ұнайды. Себебі бұл менің ең жақсы көретін мистикалық құбыжығым жалғыз мүйіз туралы. Мен сендерге қазір жалғыз мүйіз туралы айта аламын. Алдымен бұлай бастайық. Жалғыз мүйіздер бұл барлық мистикалық таңғажайыптардағы және әр аңыздарда, әр мистикалық ертегілерде әлемнің барлық түкпірінде пайда болады. Көбінесе осы жалғыз мүйіздер туралы былай айтады. Олар өте әдемі көрінеді. Олар атқа ұқсайды. Міне, суреттегідей көріп тұрғандай. Көптеген жалғыз мүйіздердің түстері ақ, терілері ақ, көздері көк түсті. Олардың ұзын түсті балалар хом және де басы болатын, басында бір мүйізі бар. Бастарында жалғыз мүйіз болғандықтан оларды юникорн, яғни жалғыз мүйіз деп атайды. Ал енді мына қызықты мәліметке назар аударайық. Жалғыз мүйіздер жылқылар сияқты өте мықты болған. Бірақ олар жылқыдан да мықты болған.
оларды ұстау өте қиындық туғызатын. Білесіңдер ме неге? Олар адамдарды жақсы көрмейді. Адамдар үнемі оларға жақын баратын. Неге екенін білесіңдер ме? Адамдарды өздеріне жақындатпау үшін олар орманның түбінде өмір сүретін, өте алыста өмір сүретін. Бұл жалғыз мүйіздер сондай бір қарапайым және де өте таза жануар болатын. Енді айтатын тағы бір қызық дүние, олардың бойында түрлі қасиеттері болатын. Адамдардың айтуынша, олар адамдарды түрлі жаман пәледен және адамдардың бойындағы көптеген аурудан қорғайтын. Ал енді осы мүйізтұмықтардың өнер саласындағы қандай дәрежелері бар, сол туралы айтайық. Балалар, сендер білесіңдер ме? Суреттер, кітаптар, тіпті осы жалғыз мүйіздердің түскен фильмдерін менің осы жалғыз мүйіз туралы жақсы көретін фильмім бұл ойыншықтардың тарихы 3. Оның есімі Лютик, және ол өте керемет. Менің ойымша бүгінге жетеді. Мен осымен өзімнің таныстырылымды аяқтаймын. Лютиктің айтуы бойынша әрқашан өзіңді тәуелсіз сезін және кез келген жағдайға қуан. Сау бол, өзіңді қорға.